Ассалаумалейкум баршаңызға, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай 4 қырлы оюды сызып үйренетін боламыз. Бізге керегі A4 қағаз. A4 қағазды 4-еуін біріктіріп скотчтап аламыз, және де артық жерін қиып алып тастаймыз. Осылай 4-ке бүктеп аламыз. Артық жерін қиып алып тастаймыз. Біз 40-та 40 өлшемге арнап ою сызатын боламыз. Ортасын белгілеп алдық қағазымыздың, және де осылай бұрыштап тағы да бүктейміз. Қағазымыздың центрін белгілеп аламыз. Енді оюымыздың бір жақ қанатын ғана сызып шығамыз. Кез келген оюыңыздың бір жақ қанатын ғана сызып шықсаңыз жеткілікті. Енді бізде бір ою сызған кезде тағы да екінші оюымыз пайда болатындай осындай сызбасын келтіреміз. Біз дәл осы күйде қиып алатын болсақ, ішкі оюымыз онша әдемі болмай қалады. Сондықтан ішкі оюымызға да мән беріп, оның да әдемі болып шығуын қадағалаймыз. Ішкі оюымыз әдемі болып шығу үшін өзіңізге қарай қаратып, оны тағы да тексеріп шығамыз. Енді біздің оюымыздың үлгісі дайын болып қалды. Қаламмен бастырып дұрыстап шығамыз. Енді қайшымен қиып аламыз. Мінекей, енді оюымызды ашып қарайық. Осылай A4 қағазды біріктіріп қиятын болсаңыздар, сіздердің жұмыстарыңыз 4-7 бірдей, теңдей 4 қырлы ою шығады. Енді қазір сіздерге екінші оюды көрсетемін. Бұл жерде екі оюды біріктіре отырып, осындай керемет әдемі ою шығарсақ болады. Бұны шай көрпешеге пайдалансақ болады. Енді A4 қағаздан 4-еуін біріктіріп алдық, 4-ке бүктедік, және де осылай 3 бұрыштап тағы да екі жаққа қарай қағазды бүктеп аламыз. Центрін өзімізге қаратамыз. Енді үлкенде оюды жоғары жағына, кішірек оюды ішке қарай орналастырамын. Мінекей, ішкі оюды сызамыз, және де екеуі бір-бірімен әдемі байланысу керек. Мен мына оюлардың ұштарын сәл үшкір етпей, доғалдау етіп дайындап жатырмын. Себебінде зигзагпен тіккен кезде өте әдемі болып шығады. Мінекей, мына жердің барлығын ұштарын сәл доғалдау етіп келістіресіздер. Енді ортасын осылай осы жерден сызамыз.
Енді қағазды қозғап алмай жақсылап қиып аламыз. Егер қағазыңыз қисайып кетсе, онда сіздің оюыңыздың екінші, үшінші қанаттары уже формасы өзгеріп кетеді. Сол себепті қозғамай қиып алғаныңыз жақсы. Енді ашып қарайық. Мінекей осындай өте әдемі ою шықты. Жасап көріңіздер сіздер де. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта осы оюлармен жұмыс жасайтын боламыз.